Ассалаумағалейкум баршаңызға, видеоға қош келдіңіздер. Бай болам деген адам, ақшаның қалайша жұмыс істейтіндігін және де оны қандай жолдармен табу керектігін білуі тиіс деп санаймын. Сендер бұны білмеулерің мүмкін. Может, оны просто жүріп-ақ өздерін когда-нибудь түсініп те алуы мүмкін. Бірақ уақытыңды кетірмес үшін және де сен по-любому бұған келіп тірелетінді білгендіктен досым, осы темаға сені ақырындап кіргізе берейін деп ойладым. Сондықтан да қазір ақшаны табудың негізгі 4 жолын талқылайтын боламыз. Ендеше видеомызды бастайық. Нөмір 1. Уақытыңды ақшаға айырбастау. Бұл ақша табудың ең оңай жолы және де ең бірінші жолы. Бұл қарапайым тілмен айтқанда, барып бір жұмысқа орналасып, сол арқылы ақша табу. 5/2 графикпен жұмыс істейсің. Сағат 9-дан 6-ға дейін, кешкі 6-ға дейін жұмыс істейсің, сол арқылы ақша табасың. Саған бір жұмыс беретін адам айтады: "Ей, мына бір зданиені көріпсің бе? Осы жерде 12 сағат тұрып күзетіп берсең, мен саған X мөлшерде ақша төлеймін" деп айтады. Сен соған келісесің. Кейбіреулер айту мүмкін: "Қайтесің сен ол жұмысты, шыға берсейші одан, увольняйся, сен бәрібір де одан көп ақша таппайсың" деп айту мүмкін. Бірақ досым, үйтпе. Ешбір уақытта, ешбір жағдайда жұмысынан шығушы болма. Егер де сенде екінші ақша табудың жолы көрінбей тұрса, сенде ешқандай планың жоқ болса, жоспарларың жоқ болса, запасной план жоқ болса, өз жұмысынан шығушы болма. Себебі жұмыс істеу, ол еш нәрсе істемеуден гөрі әлде қайда жақсы. Бұл сені құрлықтың бетінде ұстап тұрады. Сен білесің ғой, сенде что кредиттарың бар екен, ипотекаң бар екен, сенде бала шағаң бар, асырауға қажетті. Сен жұмысың жоқ болса, давно уже бейтіп батып кетер едің. Сондықтан да өз жұмысынан шығушы болма. Ал бұл ақша табудың осы жолдың қандай кемшілігі бар деп ойлайсыңдар? Аталған жаңағы ең бірінші жолдың. Мен ойлаймын, сендер жауабын өздерін ақ керемет біліп тұрсыңдар деп ойлаймын. Бұның жауабы сенің уақытың, досым, шектеулі. Демек, сенің ақша табатын мөлшерің де шектеулі болады деген сөз. Яғни сен тамақ ішу керексің, сен ұйықтау керексің, сен басқа да істер істеу керексің. Сен толығымен өз уақытыңды жұмысқа бере алмайсың. Сол себепті сенің табатын ақша мөлшерің де шектеулі болады. Ақша табудың нөмір 2 жолы басындағы біліміңді ақшаға айырбастау. Ақша табудың бұл жолының бір кереметтілігі және де бір артықшылығы жәнегі жолға қарағанда. Сенің уақытың, досым, бұл жерде тікелей ақшаға байланысы жоқ. Яғни сен, досым, тура мен секілді, мына видеоны көріп отырсың ғой қазір. Тура осы сияқты бір видео түсіресің, бір күн бойы уақытын кетіріп, одан кейін оны өзінің мыңдаған адамдарына жіберу арқылы жіберіп, сатып, ақша көзіне ие боласың. Яғни бір рет қана жақсылап тұрып жұмыс істейсің, уақытыңды кетіріп отырып, ал одан кейін ақша саған келе беретін болады, ал уақытың кетпейтін болады. Қазіргі заманда бұлайнан ақшаны өте көп адамдар табады. Керемет бір танымал блогерлар немесе консультанттар, олардың барлығында саған керекті білім бар, досым. Қазіргі заман ол ақпарат пен білім заманы болып саналады. Кімде ақпарат пен білім бар, ол өте құнды адам. Егер де сен, досым, осы жол арқылы өзің ақша таба білгің келсе, мен саған айтайын, саған небәрі 2 нәрсе керек. Нөмір 1-ші, саған білім керек. Ал нөмір 2-ші, саған адамдардың назарын ала білу қажет. Егер де сен адамдардың назарын ала алсаң, және де өзінің білімінді күшті қылып тұрып, оларға жеткізіп түсіндіре алсаң, сен, досым, өте бай боласың. Кез келген адамда басында бір білімі бар. Дәп қазір алда өзін ойланып көрші, мен не нәрсе білемін деп. Сен, досым, по-любому бірдеңке білесің. Сен по-любому басқалар білмейтін бір нәрсені білесің.
Ол білімін сенікі өте құнды болып саналады. Любой нәрсе болуы мүмкін. Ол мейлі мысалға қалайша гитарада ойнау керектігін, немесе қалайша фортепианода ойнау керектігін, или даже анау даладағы машинаны қалайша жөндеу керектігі туралы сенде білімін бар. Бұл нәрсе сенің қолына өте керемет жақсы келеді. Өйткені сенде қалайша оны жасау керектігі туралы білімін бар. Егер де сен осы білімінді қоршаған адамдармен бөлісетін болсан, және де ол адамдар сенің сол беріп жатқан білімінді пайдалы көрсе, бұл білімінді ақшаға айырбастауға болады. Нөмір 3-ші ақшаны табудың жолы бұл товар сату немесе қызмет көрсету арқылы ақшаға ие болу. Кейбір адамдар қызмет көрсету мен білім сатуды екеуін бір нәрсе деп ойлайды. Бірақ мен сендерге айтайын, бұл екеуі бөлек нәрселер. Мысалға, жаңағы мысалды алатын болсақ, машина жөндеуді. Сен ол машинаны керемет жөндей аласың. Сен аласында қалайша машинаны жөндеу керек деген туралы кітап жазып, оны көп адамдарға сатып жіберсен, және де ол адамдар ол кітапты оқу арқылы өз машиналарын өзі жөндей алса, бұлайынан ақша табу жолын білімді ақшаға айырбастау деп атайды. Ал егер де сен YouTube кітап жазуға ерінсен, құрған ана машинасы сынып қалды, барасында өзін ақ сол адам машинасын жөндеп бере салсан, бұны қызмет көрсету деп атайды. Ал енді товар сатуға келетін болсақ, бұның кемшілігін сендерге айтайын. Товар сатудың кемшілігі қазіргі заманда сатылмайтын товар қалмады. Яғни, сен қазір Каспи магазинге кірсен, немесе Амазонға, әлде Алибабаға кіретін болсан, сен любой нәрсе таба аласың оның ішінен. Абсолютно любой нәрсе тауып алуға болады. Саған қазір товар сататын болсан, сен по-любому басқа біреудің сататын товарын сен сатуға тура келеді. Разве что егер де сенде өзінің бір брендің болмаса, мысалға сен жай ғана киім-кешек сатпайсың, ал сол киім-кешекке мынандай вышивка жасап тұрып, Қазақ Репаблик деген сияқты өзінің товарында уникальный қылып сатпасан, просто алып товарды сату қазір заманда өте қиын. Себебі барлық жерде қазір конкуренция жүріп жатыр. Сен ойлауы мүмкінсің, менің бағам барлығынан да арзан, мен керемет арзан бағамен сатамын, соның арқасында клиенттер менен алады деп. Бірақ мен саған айтайын, егер де ол адам қатты сол нәрсені алғысы келіп тұрса, ол барады напрямую сол Қытайдан 2 есе арзан бағамен сатып ала салады. Сондықтан да өздерің көріп тұрғандай, қазіргі заманда товар сату өте қиын, бірақ дегенмен де бұл арқылы тоже ақша табуға болады. Ал егер де қызмет көрсетуге келетін болсақ, бұның бір кемшілігі, бұл жерде де сенің уақытың ақшаға байланысты болып тұр. Яғни сен барынша тез, жылдам көп жұмыс істейтін болсан, соған байланысты көп ақша табатын боласың. Нөмір 4-ші ақша табу жолы, ол басқа адамдарды жұмысқа орналастыру арқылы, олардың уақытын кетіру арқылы ақшаға иемденуді айтады. Бұл әдіс орта және де үлкен бизнес владелецтарына және де аса бай адамдарға арналған әдіс. Мысалы, сенде ресторан немесе кафен бар, сен соның владелецсің. Сен аласында барлық адамдарды өзінің жұмысына орналастырасың, олардың барлығын зарплатаға отырғызасың. Аласың официанттарды аласың, шеф-поварларды нанимать етесің, бухгалтерді нанимать етесің. Сөйтіп, ол адамдар барлығы жабылып, уақыттарын кетіріп, сен үшін тырысып, саған ақша мөлшерін алып келеді, саған прибыль алып келеді, саған доход алып келеді. Сен сол доходтан ол адамдардың жалақысын төлейсің, ал қалғанын жаңағы керемет ресторандағы дәмді тағамдарды дайындау үшін кеткен шикізат көздерінің ақшасын төлейсің, себестоимостьпен. Солардың барлығын төлегеннен кейін саған өзіне ақша мөлшері қалады. Сол таза сенің кірісің болып саналады. Ал екінші, аса бай адамдар, олар ақшаны ақша арқылы табады. Бұл әдіс бұдан да керемет болып саналады. Себебі ақша ол адам емес. Адамға ұйықтау керек, адамға тамақ ішу керек. Ал ақша не? Ақша ол ұйықтамайды, ақша ол тамақ ішпейді. Ақша әрдайым жұмыс істейді. Ондай адамдар өзінің ақшасын алады, депозитке немесе акцияға салып тастайды да,
жыл сайын жәнегі барлық ақшасынан 10% қайтарым көріп отырады. Сөйтіп, одан арымен ақшасын көтереді. Сложный процент өз жұмысын жасайды. Бұлайынан ақша табудың бір кемшілігі, сенде уже көп ақша болу керек, досым. Уже өте көп ақша мөлшеріне ие болу керексің. Сенде ақшаның армиясы болу керек. Сол кезде ғана олар эффективно саған ақша алып келе алады. Ал өздерің білетіндей, қазіргі заманда адамдардың ақшасы өздерінің күнделікті тұрмысына қажетті киім-кешек немесе тағамнан аспайды. Сол себепті бұл әдіс барлығына келе бермейді. Осымен бітті, досым. Сен ақша табудың барлық ең негізгі 4 жолын білдің. Енді осы жолдардың барлығын зертте, анализировать етіп, қайсысы саған ең қатты ұнайды, қайсысы сенің жүрегіне жақын және қайсысы сенің қолынан келеді, соған байланысты өзің бір жолды таңдап, ақшаны қазірден бастап таба баста. Сәттілік. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show